Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім Summative Oценивать for the Unit Clothes and the Fashion. Жалпы осы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Жалпы аудармасына келетін болсақ, бұл бөлімде киім және сән бөліміне жиынтық бағалау тапсырмасы. Олай болса, тапсырмамызды бастайық. Бірінші тапсырма reading тапсырмасы. Reading read definitions below, find the proper word in the text and insert it into the table. Look up the words in the dictionary, and choose the answers. Бұл тапсырмада сіздер төмендегі анықтамаларды оқыңыз, мәтіннен дұрыс сөзді тауып, оны кестеге енгізіңіз. Сөздерді іздеп, жауаптарын тексеріңіз деген. Сіздер осы жерде керекті дұрыс сөздерді осы жерге қойып шығасыздар. Remain the same in all cases and 8 times you changing inform traditional uniform. Бұл жерде айтылып отыр, жас қыз сияқты әрекет етеді, көрінеді немесе естіледі деген. Қыздық. Behaves, looks, or sounds like a young girlish. Relaxed and used every day. Informal, style, casual. Things serving as a symbol of a particular nation or organization. Emblem, a part of some things. Pace, psychically relaxed and free. Comfortable. Бұл жерде сіздерде босаңсыған және күнделікті бейресми стилде қолданылады. Кездейсоқ белгілі бір ұлттың немесе ұйымның символы ретінде қызмет ететін нәрсе бұл елтаңба. Төртінші, бұл бізде бір нәрсенің бір бөлігі, бұл бізде дана. Физикалық босаңсыған және еркін, бұл бізде ыңғайлы. Physically relaxed and free. Келесі бізде speaking тапсырмасы. Choose the questions and be read answer it after the teacher starts the conversation. You should add your ideas to the class discussion. Бұл жерде сіздер төменде берілген спикинг сұрақтарын орындауларыңыз керек. Сөйлеу тапсырмалары. Сұрақты таңдап, мұғалім әңгімені бастағаннан кейін оған жауап беруге дайын болыңыз. Сіз өз идеяларыңызды сыныптағы талқылауға қосуыңыз керек. Мұғалім сократтық семинар ұйымдастырады. Ол мұғалімге киім және сән тақырыбында сөйлеген кезде оқушыларды бағалауға көмектеседі. Оқушылар шеңберге отырады және мұғалім алдын ала дайындалған және қысқартқан сұраққа жауап береді.
Бұл тапсырманың кейбір ережелері: егер сіз біреудің айтқанын түсінбесеңіз, сұрақтар қойыңыз. Сөйлеу үшін қолыңызды көтерудің қажеті жоқ. Эфир уақытына назар аударыңыз. Сөзіңізді бөлмеңіз. Басқа оқушының идеяларын жоққа шығармаңыз. Мысалы, қазір қандай киім түрлері сәнде? Оқушының ықтимал жауабы: жалпы мен заманауи адам емеспін және сән киімді қадағаламаймын. Менің жеке стилім кездейсоқ деп ойлаймын, деген секілді жауап бересіздер. Төменде сұрақтар берілген. Міне осы сұрақтарға сіздер жауап бересіздер. Ал бұл критерий, яғни сіздер сол бойынша бағаланасыздар. Бұл да сол сіздерге берілген критерийлер, яғни осыны айту керек деген секілді сіздерде айтылып отыр бұл жерде. How much money do you spend on clothes? Have you ever worn clothes from elder brothers or sisters? I don't spend a lot of money on clothes. I usually buy new clothes online when necessary. Sometimes I wear clothes from my elder brother or sister because they are still in good condition and fit me well. Сіздер осылай жауап бересіздер. Міне төменде де берілген. Have you ever bought second hand clothes? You know. Yes, I have bought second hand clothes before. They are much cheaper and some of them look almost new. Else, buying second hand clothes is great way to reduce waste and help the environment. Дәл осылай сіздер сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Do you have any tattoos or piercings? What do you think of them? I don't have any tattoos or piercings, but I think they are personal choice. Some people use them as way to express themselves, while others prefer to keep their skin natural. I respect both choices. Дәл осылай жауап бересіздер. Міне төменде де берілген. Осыларды қарап шықсаңыздар болады. Солай сіздер жауап бересіздер. Олай болса, құрметті оқушылар, бүгінгі бір жұмысты аяқтайық. Бізде толық балл 10 балл. Енді осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінге осы, сау болыңыздар.